Penguin Vocabulary Elementary 12-ші unit. Бүгінгі тақырып choose the word. Мына жерде бізде варианттар берілген. A, B, C, үшеуінің біреуін келетін сөзді таңдау керек. Көрейік. Біріншісі, my brother, менің ағам, is very, өте, пока толды алмай тұрады. Ол 1,95 метр. Өте tall, ұзын, high, биік, long деген ол андай арақашықтық ұзын деген сөз. Адам бұға дейін ұзын деген сөз. Мына арақашықтық кемейді. High деген бізде кемейді. Ол потому что адам туралы айтпаймыз. High деп адам туралы tall деп айтамыз. Сол үшін әлде tall деп тұр. Келесі. Екінші, my sister, менің әпкем, German, неміс тілін, quite well, өте жақсы, but I can't, бірақ мен оны, істей алмаймын оны. Can, менің әпкем істей алады неміс тілін. Жоқ, бұл келмейді, неміс тілін істемейді. My sister can speak, сөйлей алады. Бұл келетін сияқты. Is speaking, қазір сөйлеп жатыр. Қазір сөйлеп жатыр неміс тілін жақсы, бірақ мен істей алмаймын. Жоқ, ол дәл қазір істеп жатқан жоқ. Біз жалпы шындықты айтып отырмыз. Сол үшін Б болады. Can speak. Келесі. My parents, менің ата-анам, in South Africa, оңтүстік Африкада, were born, туылды. Мына өткен шақ, олар туылған еді. Are born, туылды емес, туылып жатыр ма, сондай бірдеңе. Бұл кемейді, дәл қазір туылып жатпайды. Was born тоже кемейді, себебі мына жерде ата-анам деп тұр. Was деген бізде бір адамға айтылады. Мына жерде екі адам. Сол үшін were born болады. Were born. Келесі, төртінші, one of my favorite sports. Менің жақсы көретін, favorite деген ең ұнататын спорттардың бірі. Футбол. Менің ұнататын спорттарының бірі are, олар емес. One of my, біреуі деп тұр. Значит, бұл ол емес. Футбол бізде бір штук қой, да? Дальше is деген келетін сияқты. Ары қарай көрейік. Were, болды кемейді, себебі мына жерде ол көпше түрде тұр. Футбол деген бізде жекеше түрде, поэтому кемейді. Is болады. Окей. Келесі. Бесінші, would you like, сен қалайсың ба, сен ұнатасың ба, или таңдар ма едің, more tea, сен қалайсың ба, көбірек шай, тағы да шай. Would you like some, кішкене little деген бізде кемейді, потому что little деген кішкентай деген сөз. Кішкентай шай, жоқ, айтылмайды олай. Would you like have, жоқ, have tea деп айтылады, бірақ would you like to деп айтылады. To деген әрде жоқ, сол үшін кемейді. Would you like some деген кішкене, немного деген сөз. Some more tea. Дальше, алтыншы, how, қалай, is New York болады. New York, болыватыр New York, from Washington. Вашингтоннан, да? How long, қаншалықты ұзын New York, Вашингтоннан. How long is New York? New York, Вашингтоннан қалай ұзын? Араға не емес қой? Ұзындығын не қылып жатқан жоқпыз, араға шықты ғой. Хорошо. How much, қаншалықты көп New York, Вашингтонға қарағанда. Қалай айтыламыз, ол айта алмаймыз ғой. Келесі, how far деген алыс, қаншалықты алыс. How far, қаншалықты алыс New York, Вашингтоннан. Келесі, жеті, бірдеңе, I'm late, мен кешіктім. Excuse me, кешірім сұраймын, мені кешіріңдер. Sorry for, бірдеңе үшін кешірім сұраймын. Sorry for, мен кешіктім, бірақ не үшін кешірім сұрап жатқан? Бірдеңе үшін деп тұр, for деген. Сол үшін кемейді, мына жерде не үшін айтып жатқан жоқ. I'm sorry, мен кешірім сұраймын. Енді excuse me, кешірім сұраймын. I'm sorry, тоже кешірім сұраймын. Бірақ excuse me деген тоже кемейді, себебі excuse me деген сен біреуден бірдеңе сұрағың келген кезде. То есть өзіңе қарату сөз, қаратпа сөз. Кешіріңіз, былай істесем болады, или там кешіріңіз, уақыт айтасыз ба дегенде excuse me дейді. I'm sorry дейді, когда сен кешірім сұраймын, мен кешіктім дегендей болады. I'm sorry деген келеді. I'm sorry, I'm late. Кешірім сұраймын, мен кешіктім. Excuse me деген қаратпа сөз, сен өзің кешіксең біреуді қаратпайсың ғой өзіңе. Дұрыс па? Келесі,
Сегізінші likes, Джон жақсы көреді. Джон Д, да? He's very popular. Ол өте популярный. Everyone, барлығы. All people, барлық адамдар. Так, everyone'ды пока қоя тұрайық, қазір түсіндіріп. All people, барлық адамдар. People деген адамдар деген сөз. Оның жекеше түрі person. People деген көпше түрде болып тұр, мына жерде s қосылып тұр. Көпше түрмен s қосылмайды, оны білеміз present simple'дан. Nobody, ешкім жақсы көрмейді Джонды, ол өте популярный. Жоқ, ол популярный болса қалай жақсы көрмейді оны? Келмейді ғой. Енді everyone деген барлығы деген сөз. Everyone деген барлығы деген сөз. Бірақ бұл сөздің өзі жекеше. Мына көпше түрдегі сөз емес, everyone деген көпше түрдегі емес. Хотя мағынасы барлығы ғой. Бірақ оның мағынасы жекеше. Сол үшін likes дегенге келеді, everyone. Everyone деп тұр ғой, мына жерде бір деп тұр, көрдіңдер ме? Как раз жекеше болады. 9-шы, what time, қай уақытта, do you usually, сен әдетте, in the morning, азанда. Get up, тұрасың, get up деген келеді, как раз. Get up, what time do you usually get up, сен тұрасың, жаңа ғана өттік ол тақырыпты. Тұру, ояну деген сөз. Sit up деген ол тұрып отыру деген сөз. Қай уақытта азында тұрып отырасың, не сұрағы. Go up деген жоғары қарай жүру, қырға қарай. Қай уақытта қырға қарай жүресің, азанда. Не сұрақ бұл? Түсініксіз. Хорошо, 10-шы. I didn't see you, мен көрмедім сені at the party, вечеринкада, Сара. Сара, мен сені вечеринкада көрмедім. Were you, болдың ба сен? Sore деген ауырып жатыр деген сөз, бірақ sore дегенмен бірге қай жерің ауырып жатқанын айту керек. Мына жерде қай жері ауырып жатқанын айтылып жатқан жоқ, жалпы ауырып жатсың деген. Сол үшін бұл келмейді. Sore деген ауырып жатқан бірдеңе де болу керек, плюс бірдеңе болу керек мына жерде. Так, плюс бірдеңе деген зат жоқ мына жерде. Were you bad, сен жаман болдың ба? Bad деген тоже келмейді. Bad деген мағынасы жаман. И еще егер ауырып жатқан бірдеңе болса, тоже плюс бірдеңе болу керек, қай жерің ауырып жатыр. Енді ill деген өзімен өзі қолдана береді. Ауырған деген сөз, жалпы сен ауырдың ба деген ill. Оған плюс бірдеңе деген керек емес, ол өзімен өзі қолдана береді. Окей, бүгінгі тақырыптарды жазып алыңдар. Келесі уақытта тағы да сөздерді қолданамыз. Келесі уақытта кездескенше.